1987 жылы Сауд Арабиясына барлық әлемнен қажылық өтеуге 10 мыңға жуық адам жиналады. Бірнеше күн өткеннен кейін 2000 адамның ішінде менингит тіркеледі. Осылай Сауд Арабиясында менингиттің өршу толқыны пайда болады. Ол басқа да мемлекеттерге таралып, солай қажылыққа өтеуге келген барлық 10 мыңға жуық адам менингиттен зардап шегеді. Менингит дегеніміз не? Менингит дегеніміз бұл бас миы мен жұлынды қорғап тұратын бас миының 3 қабатында қабынуы. Менингиттің басқа ауруларға қарағанда негізгі қауіптілігі оның организмге жылдам енуінде. Бір күннің ішінде тіпті өлімге алып келуі мүмкін. Менингиттің негізгі бірден бір себебі олар вирустар, санарқұлақтар және де бактериялар. Әрине қазіргі уақытта ең жиі бактериялар. Менингиттің берілу жолдары бұл тыныс алу арқылы, яғни науқас түшкірген кезде немесе жөтелгенде, тіпті сүйісу кезінде беріледі. Сонымен бірге бір затты пайдаланғанда, яғни бірлесіп бірге темекі шегу немесе тіс щеткасы, ыдыс аяқтар қолданғанда. Бір мән беретін жайт, менингит жұқтырған адам өзі ауырмаса да, бірақ басқа да адамдарға менингитті жұқтыруы мүмкін. Бактериялар мұрын, ауыз арқылы организмге енеді. Олар ары қарай қанға түседі. Қанда бұлар гематоэнцефалдық барьер арқылы миға өтеді. Гематоэнцефалдық барьер бұл қан тамыр мен мидың ортасында тұратын қорғаныштық бөгет. Осы бөгетті бұзып, олар миға өтеді. Ары қарай бактериялар бас ми қабаттарын зақымдайды. Сонымен қабынулық өзгерістер болады. Яғни организмнің иммундық жауабы ретінде дене температурасының көтерілуі болады. Мидың ісінуі нәтижесінде естудің төмендеуі және де жарыққа деген сезімталдықтың жоғарылауы орын алады. Бас ми ішілік қысымның жоғарылауы нәтижесінде менингиттің негізгі бірден бір көрінісі, яғни ақыл естің бұзылуы орын алады. Бірнеше сағаттың ішінде бактериялар өздерінен токсиндер бөледі. Солай организмде сепсис дамиды. Сепсистің нәтижесінде қантамыр қабырғалары зақымдалып, қантамыр ішіндегі қан тіндерге өтеді. Солай теріде көптеген дақтардың пайда болуына алып келеді. Сонымен бірге бұл токсиндер қанның құрамындағы оттегін жағып жібереді. Солай өкпеге және бүйрекке оттегінің келуі нашарлап, олардың жетіспеушілігіне алып келуі мүмкін. Организмде оттегінің жетіспеушілігі кейбір тіндердің өлуіне алып келеді. Мысалға алатын болсақ, аяқ қолда оттегінің жетіспеушілігі осындағы тіндердің өлуіне алып келіп, аяқ қол ампутациясын жоғарлатуы мүмкін. Ал егер бұл токсиндер мидың тіндерін зақымдайтын болса, онда памяттың жоғалуына алып келеді. Егер науқастан менингиттің симптомдарын көретін болсақ, онда бірден науқасты ауруханаға жеткізуіміз керек.